Күйеуім азанмен тұрып алып, бүгін етке қазанды салып қой, ет ас дейді. Бөлек кеше ғана жетік қой десем, қайныларың поляда жұмыс істеп жатыр, бидай жер айдап жатыр дейді. Жарайды деп етімді астым да, сосын біраздан кейін етім де пісіп қалған еді. Мен қамырымды илеп, осылай ет салып алдым. Өзімізге де кішкене осыдан жей салайық дедім. Өзім сағат 2-де жұмыста болуым керек еді, соған дейін үлгерейін деп тез істеп жатырмын. Ровно сағат 1-де бәрі дайын болып, поляда жұмыс істеп жатқан екен, қарындар ашады ғой деп қамырын көбірек салып жібердім де, өзімізге азғантай алып қалғанмын ғой, осынша жетеді ғой дедім да, қалған бәрін осының бетіне жылы орап ыстықтай жесін деп беріп жібердім. Айтпақшы достар, мен батыл ойнап жатқан едім, соған не тапсырма берсем болады, және мені қолдап 100 000 подписчикке жеткізіп жіберсеңіздер, Наргизаны жеңіп ұтып атсам, 100 000 теңгені ұтып атсам, жартысын сіздерге бөліп беремін. Достар, мені қолдап кетсеңіздер, және Наргизаға қандай тапсырма берсем болады, тапсырма түрлерін жаза кетіңіздер. Ұнаған тапсырманы мен таңдап алайын осы жерден. Сонымен күйеуім келіп, тамақ дайын болды ма, бол тез деп осылай алып кетті.